Жүректің соқыр болуы. Залымдар сөзінде тұрмады. Ай екіге жарылса да ештеңе өзгермеді. Қырсық қыңырлар Мұхамбетті сол күйі мойындаған жоқ. Текетірес, кекетіп мұқату, аяқтан шалу, қорлау, өлең шығарып өсек тарату жалғасып жатты. Миға сыймас мұғжиза көрсетсе де, адамдар ақиқатты мойындамады. Бұл Құзайпа есімді жігітті қатты ойға қалдырды. Ол пайғамбарға келіп: «Я Расулалла, мен осы бір нәрсеге қайран қалам. Сізден сұрасам бола ма?» деді. Сол кезде пайғамбар: «Я Құзайпа, айта бер, құлағым сенде» деді. «Сіз неше жылдан бері елді жақсылыққа үгіттеп, дінге шақырып келесіз. Бір Құранның өзі біздерге қаншама өзгеріс әкелді. Шаңырағы қирап, оты өшуге айналған талай адамға бақыт сыйладыңыз. Сіздің ілімге бас иіп, одан жақсылық таппаған жан қалмады. Кеше аспандағы айды жарып, ұлық Алланың қандай құдірет иесі екенін тағы бір паш еттіңіз. Бірақ сонда да ештеңе өзгермеді. Олар баяғыша пұттарына бас ұрып, надандықта әлі жүр. Құлағы бар, көзі бар адам ақиқатты айыратын кезі болған жоқ па? Бірақ неге олар серт етпейді?» Сол кезде пайғамбар: «Мен саған Құраннан бір аят айтайын. Ұлық Алла: ғапылдарға қараңдар. Олар жердің бетін кезіп талай жерді аралайды, бірақ одан ақылы ғибрат алмайды. Басында екі құлағы бар, бірақ онымен ақиқатты естімейді. Маңдайында көзі бар, бірақ онымен жаратылыс сырларын көрмейді. Шындығында олардың көзі соқыр емес, кеудесіндегі жүрек көзі соқыр деген. Сондықтан адам ақиқатты бас көзімен көрмейді, жүректегі мінсіз ақылдың сәулесімен ғана көреді. Сен айтып отырған біздің бауырлардың жүрек көздері соқыр. Олар жүрегіндегі рухани мерездің азабын тартушы бақытсыз жандар. Менің міндетім оларды сөгу емес, қолымнан келгенше көкірек көздерін ашу. Жүректің көзі неден соқыр болады?» Сонда пайғамбарымыз: «Ұлық Алла адамға ақыл деген жауһар берген. Ол жауһардың өзіне тән сипаты бар. Жаратылыстан ғибрат алып, терең ойлануға дағдыланса, адам ақылы нұрланып шарықтай береді. Бірақ ақылдың да жауы бар. Адамның жүрегіне сәт сайын оспадар ойлар қаулаған қамыстай толассыз кіріп жатады. Міне, осы кезде мықты мұсылман жүректегі күзетін күшейтуге міндетті. Ойды сүзгіден өткізбестен, көңіліне сіңіріп, тілімен айта беретін болса, ол ақылдың айнасына қарадақ болып жабысады. Ал егер ойға сақ болып, тілін бос сөзден тыятын болса, көңіліне нұрлы сәуле құйылады. Сәулелі ойға үйір болып, күзетті күшейтетін болса, жүрегі ағарып, ақылы нұрланады. Жүрегі ағарған, іші нұрға толған адамға қияметке дейін зиян зақымет болмайды. Ол қылдай қиянаттан бойын аулақ ұстайды. Қылп еткен күнәнің ізін сезіп тұратын зерек болады. Жүректі күзетпесе, сонда не болады? Егер күзетпей күпір ойды ішке өткізіп, тілден шығаратын әдеттен тыйылмаса, жүректің ішін қара тот басады. Ол қап-қара күлдің күйесі сияқты түрге енеді. Пасық ойлар ішке әбден толған кезде жүректің көзі бітеледі. Оған хақтың сәулесі түспейді. Сәуле түспеген соң жүрек бұзылып, ақыл айнасы өшеді. Соқыр жүрек төңкерілген құмырадай болып, ішіндегі бар асылынан айырылады. Сонда жүректен не кетеді? Асыл деп нені айтып тұрсыз? Сол кезде пайғамбарымыз: «Мейірім, махаббат, ынсап, әділет, кешірім, ар-ұят, ождан, намыс жүректің қазынасы. Адамның жүрегі арам ойлармен құрттап тесілетін болса, осы қазыналар шашылып төгіледі. Ондай адамның құлағына құйған сөздің далаға кетеді. Олар арсыз істі арланбай жасайды. Жақсылық пен жамандықтың парқын білмейді. Сіз бір сөзіңізде жүрек дененің патшасы, тәнді сол басқарады дегенсіз. Бұл қалай болғаны? Наданның дене мүшесін, жүріс тұрысын, мінез құлқын енді жүректің қалауы емес, құлқынның әмірі басқарады. Ол өлілгенше құлқынға ләззат сыйлар рахат пен құмарлықтың құлы. Сондықтан титтей қателік жіберсеңдер, дереу тәубе етіп, кешірім тілеуді үйреніңдер. Егер ұсақ күнәға мән бермей, енжар қалыпта жүре берсең, сол күнә тотқа айналып, жүректің көзін көр қылады. Көкірек көзін соқыр қылған қараңғылық пердесін ұлық Алла маған Раан деген атпен Құранда паш етті». Мұны естігенде Құзайпаның түрі бұзылып, жүрегі су ете қалды. Ол ішінен менің де жүрегімнің көзі соқыр емес пе екен деп бір сәтке уайымдап кетті. Сол кезде Құзайпа: «Кірленген жүректің көзі немен тазарады? Оның бітелген көзін күнәдан аршудың жолы бар ма?» деді.
Қарайған жүрек көздің жасымен ғана тазарады. Сондықтан бұл дүниеде көбірек жылаңдар, азырақ күліңдер. Мүмкін болса жетімнің басынан көп сипаңдар. Жетімнің көңілін менен артық білетін ешқайсың жоқ. Естеріңде болсын. Көңілі соқыр надандар қияметте де көр қалпында тіріледі, деп жауап қатты.